Пенсиям бар болған 100 мың менікі. Не анда жетпейді, не мында жетпейді. Қызым айтты, ай мама, осы 100 мыңға жеткізіп, ары бері жүргеніңізге жеткізіп іше беріңіз деді. Жарайды деп ішіп жатырмын ғой. Содан бір күні қыздар айтады, апа сізге мынандай бірдеңе шықты дейді, бірдеңенің атын айтады, әйтеуір білмеймін. Осындай ақша шықты деді. Содан жаңағыны қандай жақсы 28 мың ақша келіп тұр. Ойбай дандалайынан. Ой, қуанғаным сұрама, сонымен постоянно 28-29, енді 28-29 $50 ғой. Кім береді маған оны? Сонымен енді бір рет алып салдым әуелін. Онымен мен неге барып келдім? Қырғызстанға, құдалыққа. Сөйтіп қызық болды. Енді менің жағдайым сол. Полный кірсейін деп отырсыз, иә, мына көктемге уже басталды. Міне енді қазір мен қайын сіңлім, өзімнен кейін қайын сіңлім, бір сіңлім, сол барлығымыз. Оның да результатын айтсаңшы, Ақжолтай апа. Ақжолтай апаның да результатын айтайын. Жоқ, Ақжолтайдікін онша жақсы білмей тұрмын. Ол мынандай адам өзі, кішкене өзім туған қайын сіңлім. Ана ағайын қайын сіңлім бар болатын. Мен өзімнің бір сіңлім 70-ке толып та, 7 ноябрь күні. Жаңағы ағайынның қызын келмеймін, енді барлығымыз осы жерде тұрғаннан кейін мен қолымда оқыған барлығы. Сонымен жаңағы оның аты Гүлсім. Гүлсім кел, тұр алдым отырған күйеуімен екеуі. Бір уақыттан Гүлсімнің қолы битеді. Паркинсон. Сөйтсе Паркинсон. Мінекей биылды ғана өмір бақи детсадтың бастығы болып істеген жаңағы келіншек. Өзі әп-әдемі тек кішкентай ғана. Сонымен не керек? Қазір енді ол айтады, Ақбе, мен ұйықтай алмаймын. Мен ең қиналғатыным ұйықтай алмаймын. Таңғы жатам, таңғы 4-тің 5-інің кезінде кіріп өліп барып ұйықтап қалам дейді. Содан 10-11-ге дейін ұйықтаймыз. Содан кейін пенсияда ғой енді. Содан кейін тұрып аламыз. Сонымен әйтеуір сөйтіп абдан қиналып жүрмін. Мен айттым, іш. Мына не бар ғой, магний водород ұйықтатады адамды. Ұйқыңыз түзеледі. Ұйқыңыз түзелгеннен кейін болды ғой, ұйқы деген өте ең керемет нәрсе ғой. Соны жаңағы сіңлімнің ұйқысы түзелді. Енді қазір ол енді жаңағы бастыкі бар, мидікі. Хепалайн бар. Оны да ішіп жатыр, гепалайн да ішіп жатыр. Мінекей қазір звондадым, мынандай жақсысы кетті, жаңағы российский қалыпқама ішіп жатыр едім, не қыласың? Іше аласың ба, ішіп жатырсың ба деп сөйткен болатым. Сөйтсем, ертең, бүгін емес, ертеңдер ме қашан деді? Келесі неделяда пенсиям келеді, сонда алам деді. Керемет. Ішем деді. Ем болсын.